Сәлем достар, бүгінгі видеода қысқаша обзор жасап кететін боламын. Біздің жаңа жылдық коллекция косметичкалар тіккен болатынмын клиенттеріме. Соны қазір матадан бастаймыз. Бұл жерде менің клиенттерім осы жаңа жылдық косметичкаларға осындай маталар алыпты. 5 түрлі. Ең алдымен көрсеткім келгені осы велюр матасымен, ішінде гүлді принт, гүлді матасы өте жұқа, кәдімгі вискоза матасы көйлектерге арналған. Тек бұл жерде бір ғана велюр матасы қалың, одан кейін басқа маталардың бәрі жұқа жеңіл маталар. Бірақ қазір мен осы видеоларда көрсетіп жүргендей әдісті қолданып, біздің синтефонымызбен паутинкамызды жақсылап үтікпен бастырып, обработка жасау арқылы біз маталардың құрамын өзгертеміз. Мастер-класс видеоларда көрсеткендей осылай бәрін дайындап тігіп шығамыз. Бізде результат осындай. Өте әдемі, күшті көрінеді көзге. Подаркке бергенге де жаңа жылға көбінесе қыздар бір-біріне подаркке беріп, осындай сыйлықтар жасап анасына осындай косметикамен қосып қуантып жатады. Қазіргі таңда осылай матадан жасалған, қолдан тігілген бұйымдар өте бағалы және ерекше болып табылады. Сондықтан тек осындай косметичкамен ғана шектелмей, неше түрлі чехолдар, әдемі сумкалар тігіп, шоппер тігіп берсеңіз де жақындарыңызды қуантасыз деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Каналым ұнаса тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар.